Батудың Еуропаға жасаған жорығынан кейін батыс еуропалықтарды Шыңғыс хан империясы қызықтыра бастады. Еуропалықтарға Моңғол империясы туралы мәліметтер қажет болып, Рим папасы 4-ші Иннокентийдің бұйрығымен 1245 жылы Плано Карпини бастаған миссионерлер Шыңғыс хан империясына аттанады. Олардың негізгі мақсаты империя туралы мағлұмат жинау және христиан дінін уағыздау еді. Карпини Еділ өзені бойындағы Бату ханның ордасына соғып, одан ары Хорезм, Жетісу және Тарбағатай арқылы Моңғолиядағы ұлы Шыңғыс ханның ордасына жетеді. Саяхатшылар Қарақорымда 4 айға жуық уақыт болып, Күйік ханның таққа отыру салтанатына қатысады. Карпини осы сапарында Орталық Азия халықтарының тарихи, тұрмыс салты, әскери күші жайлы маңызды мағлұмат жинады. 1247 жылы елге оралған Плано Карпини Күйік ханның хаты мен өзінің сапары жөніндегі есебін 4-ші Иннокентийге табыстайды. Ол латынша жазылған тарихи шығармалар деп аталатын еңбегінде Сырдарияның жазығындағы Отырар, Сауран, Баршынкент, Янгикент, Жент, Ашнас қалалары туралы құнды деректер көрсеткен. 1253 жылы француз королі 9-шы Людовик Моңғолдардың ұлы ханы Мөңкеге Вильям де Рубрук бастаған елшілер тобын жібереді. Бұл елшіліктің мақсаты христиан дінін уағыздау, сондай-ақ ұлы хан мен ислам дінін ұстанған елдерге қарсы одақ құру жолын қарастыру болды. Бұл сапарында Рубрук орыс даласы арқылы шығысқа қарай жүріп, Бату ханның ұлы Сартақтың және одан әрі Еділ бойындағы Батудың ордасына барады. Бату христиан дінін моңғолдар арасында уағыздауға рұқсат бермегендіктен, француз елшілігі Қарақорымдағы Мөңке ханға жөнелтіледі. Осылайша, христиан дінін уағыздауға рұқсат ала алмаған Рубрук Қарақорымда 2 айдай болып, 1254 жылы маусымда бағытын өзгертіп, басқа жолмен Еуропаға қайта оралады. Ол шығыс сапарынан Акраға қайтып оралғаннан кейін, 1 жыл өткен соң өзінің саяхаты туралы құнды еңбек жазды. Марко Поло орта ғасырларда Азия туралы аса бай географиялық және тарихи мағлұматтар қалдырған Италия саяхатшысы. Ол 1271-1275 жылдары әкесі Никола мен ағасы Матеоға еріп Қытай еліне саяхат жасайды. Жер орта теңізі, Палестина, Кіші Азия, Ирак, Иран, Памир тауы және Қашғария арқылы Пекинге жеткен. Марко Поло Азия туралы аса бай географиялық және тарихи мағлұматтар қалдырған зерттеуші. Ол моңғол ханы Құбылайдың қарамағында 17 жыл қызмет етіп, 1295 жылы теңіз жолымен оңтүстік Азияны айналып өтіп, жерорта теңіз арқылы еліне қайтып оралады. Марко Полоның әлемнің ғажайыптары атты еңбегі Азия картасын жасауға негіз болды. Сондай-ақ Марко Полоның жазбаларынан 10-15-16 ғасырларда Испан және Португал экспедициясын ұйымдастырушылар көп мәлімет алды. Соның бірі Азия құрлығы батыстан шығысқа қарай созылып жатқанын және теңіз жолдарының бағыттары туралы білді.